Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жұмсақ, әп-әдемі, созылмалы сырмен кафе-ресторандардағыдай осындай жұмсақ пепперони пиццасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сәл ыстықтау суымызға тұзымызды, құмшекерімізді қосып шамалы ерігенге дейін осылай араластырамыз. Тұзымыз бен құмшекеріміз сәл ерігеннен кейін үстіне ашытқымызды, дрожжымызды қосамыз. Одан кейін шит майымызды құямыз да белгіленген ұнымызды елегішпен елеп алып, алдын ала дайындап, шетінен қосып отырып қамыр илейміз. Барлық қосылатын заттар астына описаниеге толығымен жазып кетем. Тура осылай граммен бәрін өлшеп салатын болсаңыздар, әдемі пицца шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздерге осындай қолжетімді заттармен үй жағдайында жасайтын ас мәзірлерін бөлісіп отыруға дайынмын. Қамырымызды елеп алдық. Енді бетінен осылай салафанмен жауып қойдық. Енді 1-1,5 сағатқа кішкене көтерілуін күтеміз. Жақсылап орап жылы жерге қойып қойсаңыздар. Сол аралықта біз пиццамыздың томатный соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге кәдімгі тамаққа қосып жүрген томатымыздан үлкен ас қасықты, 2 ас қасық қатты толтырмай салып аламыз. Бізге 2 пиццаға жетеді. Және де 1 қасық шай қасық құмшекер, 1,5 қасық тұзымызды саламыз. Және де міндетті түрде осындай орегано керек. Орегanoдан бізде 1/2 шай қасық қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, соусымызды дайындап қойдық. Енді бізге сыр керек болады. Мен 1 сырға осындай моцарелла сырын қолдандым. Бізге 140-150 грамм қажет болады. Сырымызды теркодан өткізіп қоямыз. Енді қамырларымызды 2-ге бөліп алғаннан кейін кішкене 5-10 минутқа кішкене тақта қамыр көтерілгенге дейін күтеміз. Және де ешқандай ұн қоспаймыз. Шит майды 2 саусағымызға кішкене тигізіп алып, шит маймен жаятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сәл үлкенірек етіп осылай жаямыз. Менде пицца пісіретін табам жоқ. Бірақ мамадан қалған шойын табам бар. Сол табаға пісіремін үй жағдайында. Барлық жерін, шет-шетін барлығын басып, қамырымызды үлкейтіп жайып алдық. Міне осы шойын табағынан да пісірем.
әсел пешке. Негізі жерге көміп пісіргетін таба болған. Мінекей шет-шетін осылай қайтарып алсаңыздар да болады. Не болмаса қайтармай-ақ осы күйінде ақтап пісіре берсеңіздер болады. Бірақ қайтарып алған әдемі көрінеді. Қамырымызды өстіп жайып алдық. Енді жаңағы соусымызды, томатный соусымызды 2 ас қасықтан қосып, барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Және де жаңағы өткізіп алған сырымыздың 140-150 грамм сырымыздың барлығын бірдей етіп сеуіп шығамыз барлық жеріне. Енді колбасамызды турап дайындап аламыз. Және де осылай қалауларыңызша колбасасын қойып шығамыз бетіне. Қызып тұрған 180 градус пеште 7-10 минут арасында пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шықты. Шетіне кішкене сары майдан жағып жіберсеңіздер болады. Өте жұмсақ, өте әдемі пиццамыз дайын болды. Қамыры өте әдемі. Енді біз екінші пиццамызды да басқаша сырмен, кәдімгі базарда сатып жүрген твердый сырымыз 150 грамм, 140-150 граммды да аламыз да, екінші қамырымызды жайып, соусын сеуіп, сырымызды осылай барлық жеріне тигізіп жағып шықтық. Колбасамызды басқаша түрде, егер сәл азайып қалған болса, осындай түрінде де әдемі болады. Осы қамырмен, басқаша да помидормен, соленый огурцымен пісіре берсеңіздер болады, фаршпен. Мінекей 7-10 минутта пісіп шықты. Пештеріңіздің қызу деңгейіне қарай. Өте жұмсақ, өте әдемі пиццамыз дайын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және де пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.
Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі чебуреки жасайтын боламыз. Осындай қытырлақ воздушный чебурекиларымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлек бір ыдысымызға еленген 3 стакан ұнымызды салып аламыз. Және де бір шай қасық тұзымызды, және бір ас қасық құмшекерімізді, және 3 ас қасық жетмайымызды құйып аламыз. Бұл чебурекидің ерекшелігі, біз осындай бір стакан қайнап тұрған ыстық суды құйып илейміз. Қатты ыстық болғандықтан бірінші қасықпен елеп аламыз. Одан кейін барып қолымызбен елеп қамыр дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Неге қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды кішкене демалдырып қоямыз. Міне етімізден фарш жасап алдым. Енді осындай пияздарымызды шопперге салып, кішкене су құйып жіберіп, езіп аламыз. Майдалап. Енді фаршымызды кішкене қуырып аламыз. Өйткені чебурекиміз тез ақ пісіп қойғандықтан етіміз пісіп үлгермей қалады. Сол себепті де кішкене май құйып жіберіп, фаршымызды осылай қуырып аламыз. 5-10 минутқа өстіп қуырып аламыз. Бөлек ыдысымызға фаршымызды салып, пиязымызды қосып, салмамызды дайындап аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды қосып аламыз. Енді қамырымызды аламыз да осылай ұзынша етіп сопақтап аламыз да. Чебурекиға қамырымызды кесіп аламыз. Мен барлық қамырларды 80 граммнан бөліп алдым. Біздің чебурекиміз үлкен болып шығады. Менде осы еленген қамырдан 10 штуктай шықты. Егер сіздер өлшемін кішірейтем десеңіздер, кіші чебуреки қылып жасай берсеңіздер болады дастарханға салғанға. Қамырларымызды өстіп барлығын бірдей бөліп алып, жаюға дайындап, домалақтап аламыз. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Барынша жұқа қыламыз, өйткені біздің чебурекилеріміз қытырлақ болып пісу үшін. Алдын ала қамырларыңызды елеп, тоңазытқышта немесе мұздатқышқа да салып тастасаңыздар болады. Керек кезінде алып пісіре бергенге.
салмасын осылай жазып саламыз. Шетін өстіп вилкамен 1 сантиметр көлемінде басып шығамыз. Қызып тұрған майымызға чебурекелерімізді салып пісіріп аламыз. Үстінен өстіп майды құйып отырсаңыздар, чебурекелеріңіз көтеріліп өте әдемі болып піседі. Мінекей біздің осындай әдемі чебурекелеріміз дайын болды. Өте сочный, қытырлақ және де осындай воздушный чебурекелеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын.
Thank